Ассалаумағалейкум достар. Кереметтей осы аса таяқты қарапайым тәсілдермен жасап көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Бізге осындай қарапайым ағаш керек болады. Ағаштың ұзындығы 37 сантиметр, ал қалыңдығы 4 сантиметр. Ендеше менде осы дайындап қойған трафаретім бар. Осы трафареттің көмегімен аса таяғымызды сызып алатын боламыз. Енді шуруповерттің көмегімен аса таяғымыздың ортасын тесіп аламыз. Және лобзиктің көмегімен аса таяқтың ортасын сызық бойлап кесіп тастаймыз. Ендігі сыртындағы артық ағашты сызық бойлап кесіп тастаймыз. Мінекей аса таяғымыздың негізгі формасы дайын. Енді аса таяғымызды жұқартатын боламыз. Мінекей ортасынан кесіп тастадым. Қалыңдығы 2 сантиметр болды. Келесі кезекте аса таяғымыздың сыртын ою өрнектермен әсемдейтін боламыз. Мінекей пышақтың көмегімен ою өрнектердің орнын белгілеп алдық. Ендігі келесі кезекте дыбыс беретін теміріміздің орнын қаламның көмегімен сызып аламыз. Артық бөліктерін толығымен алып тастадық. Енді кезекте аса таяғымызды наждачкамен тазалаймыз. Алдымен осындай қатты наждачкамен тазалап аламыз. Одан соң жұмсақ наждачкамен тазалап шығатын боламыз. Мінекей аспабымыз дайын болды. Келесі кезекте осындай қарапайым лактың көмегімен аспабымызды толықтай лактап шығатын боламыз. Мінекей толық лакталды. Енді бір күндей кебу қажет болады. Енді аса таяғымыздың дыбыс беретін сыңғырлағын жасайтын боламыз. Ол үшін менде осындай қарапайым қаңылтыр, яғни темір, жұқа темір дейді ғой. Осылай бөліп ашып алдым. Енді осыған осындай қарапайым баклажка қақпағын алып, өзімізге керек форманы сызып аламыз. Енді осындай темір қайшымен домалақ қылып кесіп аламыз. Біздің аса таяғымызда 6 жерінде дыбыс беретін темір болады. Әрқайсысы екеуден. Мінекей 12 дана темірді дайындап алдық. Енді келесі кезекте осы темірлердің жанын осылай қайырып шығамыз. Дыбысты жақсы беру үшін. Мінекей 12 теміріміз дайын болды. Енді келесі кезекте ортасын
Осындай шеге сыю үшін тесіп шығатын боламыз. Осылай бестік сверломен тесіп аламыз. Бетонға арналған шегеміз кіру үшін. Енді келесі кезекте шегеміздің ұшын алып тастаймыз, яғни үшкір бөлігін болгаркамен кесіп тастаймыз. Мінекей 6 шегемізді дайындап алдық. Енді келесі кезекте осы дыбыс беретін теміріміз тұратын жерді белгілейміз. Мінекей шегеміздің басынан ұшына қарай 2 см белгілеп аламыз. Қалған бөлігі ағашқа кіреді. Енді шеге тұратын жерді шурупабелмен белгілеп аламыз. Менде сверлоның басына осылай белгі қойдым. Оның ұзындығы 1,5 см. Осыдан өтіп кетпеу қажет. Осылай 6 тесікті дайындаймыз. Міне шегенің орындары дайын. Енді келесі кезекте осындай қарапайым фываның көмегімен орналастыратын боламыз. Осы думалақ теміріміздің ұштары екі жаққа қайырылған, соны бір-біріне қарама-қарсы кіргізетін боламыз шегемізге. Және де шегеміздің басына осылай клейімізді жағып, тесікке тығамыз. Дәл осылай алтауында жасаймыз. Мінекей асатаяғымыз өте әдемі дайын болды. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, комментария жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.